Ассалаумағалейкум қазақ елім. Мен көптеп той жасап жатқаннан кейін әртүрлі біздің құсбегілер, батырларымыз, ақындарымыз, күйшілерімізге көлік беріп жатқаннан кейін барлығы ойлайды, мен осындай танымал адамдарға ғана көмектеседі, сондай танымал өзінің атағын шығару үшін жасап жатыр деп. Жоқ достар, біз Аллаға шүкір осы Кифотов бар компаниямыз арқылы 100 игі істі жасап жатырмыз. Қаншама қайырымдылық шаралар, медреселерге, ал енді бұлай айтпай жасап жатқан нәрселеріміздің барлық қаншама ол ауыз толтырылып айтарлық жетеді. Мен осы Алла тағала маған байлықты беріп бастаған кезде маған осы дайректке жекелеген адамдар тәке мені квартирамнан қуып шықты, міне бала шағаммен далада тұрмын деп фотосын жіберіп, мен 300 мың теңге беріңізші деген кездерде мен қаншама адамдарға солай жіберген жаңағы ақшаларым жетерлік. Айтсам ол сан жетпейді. Содан кейін бар боларды қарасам, біраз уақыттан кейін тағы ақша сұрап жатады да сол кісілер. Жекелеген адамдар болғаннан кейін оның инстаграмына кіріп қарасаң, қолдарына iPhone ұстап алған, жаңағы дискотека, кальянщик, басқа сондай жерлерде жүрді. Содан кейін мен түсінгенім, олай бір танымайтын жекелеген адамдарға емес, көпке пайдасы тиетін. Мысалы, медресе ауылымызды көтеру, содан кейін ауданымызды көтеру, облысқа, жалпына Қазақстанымызға пайдасы тиетін, көпке пайдасы тиетін шараларға көмектесуді бастадық. Бұл жерде бір ақталып, сіздердің алдарыңызда отчет беру емес, негізі ондай жұмыстардың барлығы да бізде жасалып жатыр. Ал жекелеген адамдар еңбек еттіңіздер, харекет жасаңыздар. Осы уақытқа шейін мен біреуден бүйтіп ойбай маған көмектесші деп ақша сұрап көрмеген екенмін. Есектің артын жусаң да таза еңбегіңмен ешкімге қол жайма деп өсірген әкеміз. Сол сияқты егер сіз өзіңіздің өміріңіздің иесі өзіңіз болып, жаңағы ешкімнен қол жайып ақша сұрамай өз өміріңізде сүрген дұрыс деп ойлаймын.